Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге бүгін сабақта ең жиі қолданылатын әдіс-тәсілдерді ұсынғым келеді. Бұл әдіс-тәсілдер сабаққа енді кіріскен жас әріптестеріме бағыт-бағдар бола алады деген сенімдемін. Бірінші ұсынатын әдіс-тәсілім бұл пазлдар әдісі. Пазлдың бір бөлігіне сұрақтар жазылса, ал екінші бөлігіне жауаптары жазылады. Осыны біріктіру арқылы сіз жаңа сабағыңызға арналған бейнені болмаса өткен сабақты қорыта аласыз. Ал екінші ұсынатын әдіс тәсілім бұл әдістің атауын өз қалауларыңызға қарай өзгерте аласыздар. Печенье үстіне сөздер жазып, банкаларға липучкамен шапсыруға болады. Мысалы, банка сыртына сөз таптарын жазып, печеньеге сөздерді жазуға болады. Ағылшыннан сөздерді жазып, қорапқа салып, оқушыға кез келген таңдатып аудартсаңыз болады. Өз пәніңізге қарай қолдана жатасыздар. Одан кейінгі ұсынатын әдіс тәсілім сиқырлы есіктер әдіс тәсілі. Бұны ламинаттап шығарып алсаңыздар болады, болмаса менің каналыма жазыла отырып, астыңғы жақта PowerPoint бағдарламасында қалай презентация жасау жолдары көрсетілген. Соған сүйене отырып, интертақтаға шығарып, өзіңізге жақсы әдіс тәсіл ретінде алсаңыздар болады. Мұнда есіктің түсіне қарай оқушы есікті таңдайды, оның артында тапсырма немесе мәтін тұрады. Соған жауап беруі тиіс. Ал одан кейінгі ұсынатын әдіс тәсілім 6 қалпақ ойыны. Әртүрлі түсті қалпақтарды алып мұғалім топтық жұмысты жасата алады. Болмаса шағын жинақталған мектептерге тапсырмас жақсы әдіс тәсілдердің бірі. Топта бала өз ойын айтуға дағдыланады, дискуссия, дебатқа түседі, өз ойын ашық айтады, өз бейімін көрсетеді. Бұл мұғалімге көмекші құрал ретінде қай оқушының, сіз жаңадан алдыңызға келген оқушының қайсының қандай қабілеті бар екенін ашуға, көруге өзіңізге үлкен мүмкіндік аласыздар. Одан кейінгі ұсынатын әдіс тәсіл бұл фри әдісі. Фри әдісін жасау жолы видеода көрсетілген. Ал енді осыны шығара отырып, фридің таяқшаларына жауабын жазасыз, болмаса сұрағын жазасыз. Соған оқушы жауап беру керек. Сабақтарыңыз өте жақсы, жоғары дәрежеде өтуіне тілектеспін. Каналымнан көптеген қызықты ақпараттарды таба алады деген үміттемін. Сіздеріңізге сәттілік.